дәстүрімізге айналған ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Күлімдеген шуақты көктеммен бірге қазақ даласына жер әлемді жайнатып, әнші құстарды сайратып, Наурыз тойын тойлайтын жаңа жыл келді. Ендеше той құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлы мереке сіздерге тек жақсылық әкелсін. Наурыз келді, жайран қақты таң күліп, жап-жасыл болып кетті дүние жаңғырып. Жақсылыққа жаршы болған Наурызым, сен өмірдің көктемісің мәңгілік. Мемлекет тарапынан Наурыз мейрамын атап өту тұжырымдамасы әзірленіп, бекітіліп, 21 Наурыз ұлттық тағамдар күні мейрамы болып саналады. Осыған орай, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі, Ақтоғай орталық кітапханасы жүйесі назарларыңызға ұлттық тағамдар күнін ұсынады. Уа халайық, ақ сандықты ашайық, бұл мереке, бұл тойдың шашуларын шашайық. Пісірмейтін қазақ жоқ. Бауырсақты пісіру былай тұрсын, оны жақсы көрмейтін адам жоқ. Қазақтың ұлттық тағамдарының ішінде бешбармақтың орны ерекше. Бүгінде үлкен тойға, жиынға мал сойылып, сіздердей меймандарға табақ тартылды. Келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде Наурыз тойына әрбір шаңырақта міндетті түрде Наурыз көже әзірленген. Халықтық дәстүр бойынша оған бидай, тары, сүр ет, бұршақ, сүт, су, тұз сияқты кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар міндетті түрде қосылуы тиіс. Сіздерді арнайы ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, әжеміздің тіл үйрер Наурыз көжесінен дәм татайық. Қазақтың ұлттық тағамдарынан тарыдан, талқаннан, сүт өнімдерінен жасалған тағамдар да бүгінгі дастарханға қойылды. Бұл қазақтың кеңпейілділігінің, кең даладай дархандылығының бір белгісі, іспеттес болып табылады. Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. Ұлы кісіден бата алса, сонда ол жыл толар дегендей, атамыз дастарханға батасын берсін. Ұлыс күні құтты болсын, ақ кетпесін таңдайдан, ел ергесі құтты болсын, ақ кетпесін маңдайдан.